Баршаңызға сәлем. Сіздермен мен Бағдәулет, және бүгінгі видео сабақта біздер past perfect жағының passive voice-ның жасалу жолына тоқталатын боламыз. Бұл бізде негізгі сабақтың қосымша бөлімі. Демек, бірінші осы қосымша бөлімдегі сабақты көрмес бұрын негізгі сабақты көруді мен сіздерге ұсынамын. Егер негізгі сабақты көрмеген болсаңыз, бірінші ол көріп шығыңыз. Ал көрген болсаңыз, онда әрі қарай сабақты жалғастырайық. Жақсы. Past perfect. Алдымен оған кіріспес бұрын ырықсыз етісті қай кезде қолданамыз? Соған тоқтайық. Бұл жаңа мәлімет, міндетті түрде мұқият тыңдаңыз. Ырықсыз етісті біздер қолданамыз, егер іс-әрекетті орындаушы бізге ең бірінші белгісіз болса. Мысалы, I had the feeling that I was being followed. Мені аңдып келе жатырған секілді сезіндім. Бірақ мені кім аңдып келе жатырғандығы белгісіз болғандықтан не болып тұрмын? I was being followed деп мен оны ырықсыз етісте қолданып тұрмын. Демек, іс-әрекетті орындаушы бізде бірінші белгісіз болса, екінші маңызды емес болса. Мысалы қараймыз, the passengers were asked to leave the bus. Жолаушылардан автобусты тастап кетуді сұрады. Бізге кімнің сұрағандығы маңызды емес. Бізге жолаушылардың автобусты тастап кеткендігі маңызды. Бізге іс-әрекет маңыздырақ, оны кім орындаған маңызды емес. Сол себептен де, егер бізге іс-әрекетті орындаушы маңызды емес болса, онда ырықсыз етісті қолданамыз. Үшінші, не болмаса іс-әрекетті орындаушы бізде айқын, белгілі болса, және оны бізге атап көрсетудің ешқандай қажеттілігі жоқ болса, ол жағдайда біздер ырықсыз етісті қолдана аламыз. Мысалы, the murderer has been arrested. Қаншері тұтқындады. Яғни, қанды, қазақ тілінде, қанды қол қаншерді ұстағандығы белгілі. Кімнің ұстағандығы белгілі, әлбетте полицейскийлер. Демек, бұл жерде іс-әрекетті орындаушы бізде анық, оны айтудың қажеттілігі жоқ болғандықтан біздер бұл жерде ырықсыз етісті қолданып тұрмыз. Жақсы. Олай болса, енді біздер passive voice-тың, яғни past perfect жағының passive voice-ын жасалу жолына тоқталайық. Барлығына белгілі passive voice-та бізде, яғни қарапайым сөйлемде қалай жасалынады? Had plus verb 3, I had built this house. Бұл бізде past perfect жағының active voice-тағы түрі, I had built this house before you moved here. Яғни сен осы үйге көшіп келмес бұрын мен бұл үйді салған болатынмын. Демек, іс-әрекет бірінші орындалып тұр. Жақсы. Енді формула бойынша, жарайды, формулаға кіріспес бұрын алдымен passive voice жасау үшін біздер object, subject, verb анықтауымыз керек. Object қайсы бізде? Осы сөйлемде. I had built this house. Object қайсы? This house. Өте дұрыс. Етістік. Had built. Іс-әрекетті орындаушы зат есім I. Жақсы. Толық түсініп алдық. Енді passive voice жасау оңайырақ болады. Objectті аламыз да сөйлемнің басына шығарамыз және дәл мұндағы экрандағы формула қойып жібереміз. Олай болса, мұнда this house деген сөзді іс-әрекетті орындаушы зат есімі секілді сөйлемнің басына шығарып жіберсек не болады екен? This house. Одан кейін арғы не болады? Had been built. This house had been built by me before you moved here. Көрдіңіздер ме? Past perfect жағының passive voice-ның жасалу жолы өте қарапайым. Жақсы. Енді present perfect. Жақсы. Экранға назар аудармаңыздар. Мұнда has емес, бізде had болу керек. Неге мен бұл жерде қателестім екен? Had been plus verb 3 болу керек. I had solved the problem. Енді дәл осы past perfect жағындағы сөйлемді қалай сіздер passive voice-ға айналдырасыздар? Бірінші не істейміз? Object тауып алайық. Іс-әрекетті орындаушы зат есім I had solved етістік, the problem, the object бізде. Онда the problem деген сөзді сөйлемнің басына шығарамыз. Сөйлем қалай болады? Видеоны паузаға қойыңыз, өзіңіз жасаңыз, артынша барып тексеріңіз. Жасадыңыз ба? Жақсы. Олай болса кеттік. Дұрыс жауап бізде болады. The problem had been solved by I. That's it. Осы бізде past perfect жағының жасалу жолы. Had been solved. Жақсы, енді формуласы жасап көрейік. He had smoked 3 packs by the time you arrived. Енді дәл осы сөйлемді past perfect жағында қалай жасайсыздар?
past perfect жағының passive voice'ының жасалу жолын формуласын естеріңізге түсіріңіздер. He had smoked 3 packs деген осы сөйлемді жасап көрейік. 3 packs object. Іс әрекетті орындау жасайсың. He had smoked. Сәйкесінше бізде дұрыс жауап болу керек қалай? 3 packs object сөйлем басына шығып кетті. Had been smoked. That's it. Дәл осы формула барлығына бірдей past perfect жағында барлық етістіктері дәл осы формулаға салып passive voice'қа айналдыра аласыздар. Өте маңызды. Қалған етістіктің passive voice түрлерін міндетті түрде менің YouTube каналыма өтіп, тегін тұрған сабақтарды көріп, толық үйреніп алыңыздар. Сол кезде ғана passive voice'ы толық меңгеретін боласыздар. Жақсы. Енді бүгінгі сабақта үйренген білімді қолданысқа енгізу үшін экрандағы тапсырмаларды орындаңыздар. Бірінші сөйлемді active voice'қа, екінші сөйлемді мұндағы I had sold 3 cars passive voice'қа айналдырыңыздар. Тапсырманы міндетті түрде осы видеоның астындағы комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде сіздердің тапсырмаларыңызды тексеріп, лайк басып, көріп отыратын боламын. Кім тапсырманы орындап жатыр, кім тапсырманы орындаған жоқ. Ал олай болса, мен сіздермен келесі passive voice'тың жасалу жолындағы сабақтарда күтетін боламын.